Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата. Улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Бала есін жиған кезде күн бешім оғып қалған екен. Қалтыраған қолдары менен бір таянып, бір тартына отырып, ептеп тырмышып, қайықтың соғырысына шығып отырды да, башы айланғаны басылғанша көзін ашпады. Анан екі жағын қаранды. Қайық толқындың жетегінде баратқан екен. Деңіз беті көз жеткен тегеректің барында күн нұрына жыбырап, мен қолы ойнап, құлпырып жатқан екен. Криск бет алдын қарап алып, көзін оқалап қайра қарады да нес бола түшті. Түз маңдайынан деңіздің қара көк жонын ашып, баланы көздей ала дөбөт жортып шығып келаттыр. Ала дөбөт тосып шығып келаттыр. Қайранған ала дөбөт. Деңіздің қайырынан шыбырлуу бозомук жээк та көрінді. Бирок ак кулак ала боор ала дөбөт чыбыр арасынан бараанданып бөлүнүп, этегиндеги буурул толкун тынбай урунган аскалуу жээк та тааныла баштады. Жээкте кай учкан ак чардактардын үндөрү төбөсүнөн угулду. Баланы алгач ак чардактар көрдү. Ала дөбөттүн чокусунан белги кылып жаккан улуу оттун быкшыган түтүнү көккө буралат. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөтүм. Кыйын жолдон жалгыз кайттым мен өзүм. Жанымда жок урган кара чоң атам. Жанымда жок Эмирайын өз атам. Жанымда жок Мулгун эке карасаң. Ал үчөөнүн айтам жайын сурасаң. Обол суу бер, чаңкып өлүп келатам. Өмүр бою ырдап жүрүп өтө тургандарынын башы ушу болорун Криск өзү да түшүндү. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата.